Қайырлы құрметті қонақтар, біз бүгін жас 2024 жүлдесінің 5-ші мерейтойын атап өтуге жиналдық. Бұл жүлде өнер, мәдениет және технология саласындағы ең үздік жетістіктердің құрметіне беріледі. Бұл ерекше кешке баршаңызбен бірге болу үлкен құрмет. Біздің биылғы ұранымыз Жөрімбек. Осы кеште армандарыңызды асататып, және одан шабыт алыңыздар. Бүгін бізден бірге өнер көрсетілімдер мен үздік жеңімпаздар болады. Достар, бұл тек бастамасы ғана. Бүгін бізді көптеген тосынсалар мен шабыттандыратын сәттер күтіп тұр. Жүлдемізді бастамас бұрын ШОС 2023 ШОС The Moment жүлдесінің қалай өткендігін еске түсірейік. ШОС 2023 жүлдесі ШОС The Moment слогымен 25 қаңтар күні өткен болатын. 4-ші рет өткен жүлденің басты идеясы әрбір сәтті бағалай біліп, оның құндылығын түсінуде болатын. Жүлдеде 17 номинация бойынша үздіктер белгілі болды. Одан бөлек 9 интервал акт болды. Барлық нәтижелерді ресми сайтымыздан қараласыздар. Назарларыңызға жүлденің ең жарқын сәттерін ұсынамыз. I've been dreaming.
Only dreaming, only dreaming, only dreaming, only dreaming. I'll be dreaming. Bugün biz tek iliktiri öğretmeni şekilimiz. Biz armonlardan kudret kışını tuğlarımız. Büyük armonlardan şekillerin mesirudeni, және mümkün yönüzüne mümkün etudен kudreti kışını ata ötedemiz. Onda da gayrilerin nominası тамаша konularda bol kişide unutulmasa yetenimiz. Sonuçta көп sözbay şu esirde ucmatta jüldesin bastayıq. Ендеше сөйлеуді тапсыруға сәттен бастайық. Біздің ең алғашқы номинациямыз үздік орындаушы. Бұл номинацияда өнер саласындағы орындаушыға беріледі. Көптеген таланттың арасында біреуі ғана жеңімпаз бола алады. Номинаттарға іздей салайық. Every time it takes me to my roots like a dizzy summer bloom, got me thinking about you. My roots getting higher than the moon, got me thinking. Hands on my body like you know me. We can dance, make me forget about the loneliness. All night, wake up, wake up. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing naked. Oh, please stay. I want you, I need you, oh God. Don't play. Neticelerге назар аударайық. Шілдеміздің алғашқы қонағы Аяр Ваңбайда қарсы алынды. Please welcome. Жанарымда қалған сыр бар, бақыт іздеген, шаттық іздеген, тыныста көз жасымды сүрт.
Ол да өтеді, уақыт келеді. Көңілімнің үніне ғана жауап бер, өмірімнің мәніне тоқын сән бер. Маған сөз бер. Жасына өзіз мені сөздерім, қызғанып көздерім, жасқа толы көздерім сені іздейді. Жасына өздейс сенде көзіне толайды сабылып періштедей көздерім сені іздейді. Әуендердің қанатында сән бір дауыстар, қанатсыз құстар. Көңілімнің үніне қане жауап бер, өмірімнің мәніне тоқыны сән бер. Маған сөз бер. Жасына өздейс менің сөздерім, қызғанып көздерім, жасқа толы көздерім сені іздейді. Жасына өздейс сенде көзіне толайды сабылып періштедей көздерім сені іздейді. Арманда, қиялда, мақсат барда, жүректі қосап кел, мені тыңда. Мені тыңда. Өмірімнің әрбір сәтін жасына өздейс менің сөздерім, қызғанып көздерім, жасқа толы көздерім сені іздейді. Жасына өздейс сенде көзіне сені іздейді. Жасына өздейс. Келесі номинациямыз үздік әйел орындаушы. Бұл жүлде өнер саласындағы үздік әйел орындаушыға беріледі. Үміткерлерге назар аударайық. Say oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you. Forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up, 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 up. I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Өзінен көрген нәтижелер осындай. Ендігі кезек үздік ән номинациясында
Бұл жыл бойы бізді терең сезімдерге бөлеген ең үздік әнге беріледі. When you say you need me, I'm sucking in the middle of God. As soon as you leave me, wondering about you are. You can try to fix me, nobody's got the force. Sizlerin allarınızı neticelerde ұсынамыз. Динара, сен үшін Тіренбек ұранын енді біледі? Меніңше бұл ұран шетіз армандар ерекшелігін білдіреді. Үлкен армандар бізді үлкен шындырақ жетелейді. Ал сен ше, Ярым? Меніңше бұл өзімізге және өз армандарымызға сенуді білдіреді. Кейде мүмкін емес болып көрінетін нәрселерге үлкен еңбектің арқасында жүзеге асады. Толықтай келісемін. Кешегі әрбір жеңімпазы осыны тілер емес пе? Олар өз армандарын жүзеге асыру үшін еңбек етті. Достар, біз бәріміз армандай білуіміз керек. Бүгінгі сіздерге шабыт беріп, жаңа белестерге жетелейді деп сенемін. Қарашалаң ауылында ертеректе болған бір батыр деп естеміз ғой енді. Олар ертеректе болған батыр Жойбарата деген адам болыпты деп есткен едік. Бірақ кейіннен зерттелгенде ол кісі үлкен ғұлама әулие болып шықты. Ол кісінің басында қойылған құлпытас осы күнге шейін әлі сақтаулы. Бірақ жер-жерден келген экспедицияға келген адамдар оны қазақтың тілінде ме, орыстың тіліне, я бөтен тілге ешқайсысы аудара алмай отыр. Кейіннен естуіме байланысты ол сол нені құлпытасты суретке түсіріп Түркиядан аударылады деп алып кетіп еді, оның бірақ әлі хабары келген жоқ. Өйткені Қарашалаң ауылының адамдары оның басына барып түнек, қазір оны түнек қана қылып, ауырған адамды, баласы жоқ адамдар барып түнеп, сонан зираттап сөйтіп қайтады. Анам 62-ші жылы Қарашалаң ауылында бір әйелді 3 қыздан кейін күйеуі ер бала таппадың деп әңгіме болғаннан кейін соған менің анама келген. Мынаны алып барып Жойбаратаның басына бір түнетіп келші деп. Менің анамнан естіген әңгімем ойбырмай Жойбарата өтен үлкен әулие кісі екен. Өйткені Жойбаратаны Айдахар күзетіп жатыр екен. Айдахар жерді 3 дүмпігенде
басылды. Маған еріп барған адамға соны не көрдің деп сұрап едім, мен ештеңе сезген жоқпын деп айтты. Сонда ол Зойбратаны күзетіп атқан күзетші Айдахар 3 белгі бергенде 3 ер балалы болатын болды. Сонда сол келгенде сол адамға менің анам қатарынан 3 ер балалы боласың ғой деп айтқанды мен өзім құлағыммен естігенмін. Әрде сонан кейін де анам маған солай айтқан. Зойбрата үлкен әулие екен, сондай екен деп бірінші мен сол кісіден естігенмін. Сонан кейін мен ауылға 20 жылдан кейін барғаннан кейін барсам, Зойбратаны түнек қана қылып адамдар түнеп жатыр екен. Сонда ауылдың мешітін ұстап отырған Әмзе деген кісі мен сөйлескенімде ойпырмай Зойбратаны бұрын Зойбрата ғой деп аятымызды оқып кететін едік, Зойбратаны Айдахар күзетіп жатыр деп мен екінші сол кісіден естідім. Сонан кейін халық ол жаққа көп барып көп зираттайтын болды. Қазір белгілі зиратхана болып жатыр. Белгілі зиратхана қылып сол Қарасараң ауылы басына түнекқана салып тазалап отыр. Онда баяғыда бала күнімізде естідім, біз Зойбратаға бардық, мал жоғалып кетсе де Зойбратадан тауып алып келдік дейтін. Сондағы құлпытас қай жылғы құлпытасты мұғалмаған дейді. Әлі барған жоқ мен, бірақ баруым керек еді оған. Мұғалмаған сол жазылғанымен тұр деді. 2 тілде жазылған деді ма деймін. Ол қалай жазылған, тасқа ойып жазылған. Бірақ ана жазудың барлығын суретке түсіріп Түркия келіп нелер алып кетті, бірақ оның қандай неде жазылғаны белгісіз. Ендігі кезек өзі қазақша ән номинациясына келіп жетті. Қазақ тіліндегі әнде жаңа сипат алып, тақырыпты даму үстінде. Әрине, бұл номинацияда қандай үміткерлер бар екен? Бірге назар аударайық. Мен сенсіз жаным шыдамаспын бір айға жүрегім мазасыз удаймаспын бұл айда. Бұл қала токсик ауаны әлі жонтам әлі жұртқа не болғаны аша алмай көзді тұманнан әлі көрем әлі. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Ақ көйлегім, аппақ көйлегім, ақ көйлегім, саған сүйдедім, сүйші сүйдедім, бойды биледім, ал мен білмедім ақ көйлегім. Сол таспада махаббат қылмас күнім, сол таспада менің жастығым, сол таспада соны жақсысы көріп бір. Сіздердің алдарыңызда нәтижелерді ұсынамыз. Елнар, сен білесің бе кімнің қайта оралғандығын? Кім балап жатыр? Джози кім 21 шілдесіне өзінің ерекше әзілдермен көңіл кісілерін ашығара 3 жыл салып? Я 3 жыл салып арамызға қайта оралды. Okay, let's go. Всем привет, меня зовут Аймухамед. Я хочу рассказать про себя. Я родился в 2011 году в Кызылординской области, города Аральск. Несмотря на то, что я казах, я в основном говорю на русском, потому что с детства учусь в русской школе.
И мое хобби является слушать музыку. У меня много было случаев, очень даже смешных. Ну, возможно, не буду тянуть, я расскажу про 2 случая в детстве или сейчас. Помню, в этом году, то есть в прошлом году, в моем день рождения, летом, в августе, прям после этого дня, мы с братом решили сходить на мой дом, который уже строится. Ну, почти закончился уже, переночевать. И утром заснял он хорошие кадры, как я спал. Это было очень даже смешно. Да. В общем-то, ну, возможно, он уже вставил эту картинку. И так скажу. Я такой, как алкаш, блядь. Я спал как алкаш. Okay, let's go. Я вот тогда учился в 5 классе. Ну, в тех годах я был прям очень даже глупеньким. И даже сейчас, возможно. Но тогда мне бабушка позвонила и сказала то, что папа будет ждать меня. Но я просто не дослушал ее, и из-за этого я думал то, что папа придет на машине. И ждал я возле школы, и я тогда пиздец срать хотел. Из-за этого у меня вырвался понос. Я так ждал, капец, там люди проходили, много людей. И у меня говно даже протекало до ноги. Капец это. Это такой пиздец. Потом позвонил папа и сказал то, что он ждет где-то в другом переулке. А я ждал его, как думая, что он придет на машине и заберет меня. Это такой капец. И вот таким образом я стирал все эти какаки с моей жопы, блядь. Всем привет, ребята! Я вам помогу разбираться и смогу это, как сказать, идти нахуй! Менің сіздерге көмектеспеймін оны ойнауға, өйткені невозможно выиграть. Идите нахуй! Ну, я люблю Uno. Ладно, шучу. Ну, я не особо люблю играть в настольные игры. Ну, я не думаю, что у меня есть хорошие черты, но, возможно, пунктуальность. И все. В общем-то, знаете, почему я так серьезно сижу и говорю? Потому что я уже устал снимать, это уже 2-й час. Okay, let's go. И напоследок я попрощаюсь с вами. Желаю вам счастья, море улыбок и всего хорошего в жизни. И пусть этот год будет для вас самым счастливым. Всем пока! Биыл біршама жаңа жұлдыздардың есімін білдік. Бірақ олардың ең үздігін анықтайтын сәт туды. Come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart till I'm around. You know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix. My body racing. I feel the rush.
маңызды мәселелерді ұсынамыз. Елнара, сен арман туралы ойлағанда ең бірінші есіңе не түседі? Мен үшін арман бұл адамның өмір жолын жақын етіп, оған бақыт беретін жұлдыз сияқты. Ал сен қалай ойлайсың? Меніңше әр адамның арманының орны ерекше күші. Бізді армандарымызға алға жетелейді. Бірақ армандарды жүзеге асыру үшін тек қиял емес, еңбек те қажет. Ойды жатасың, бұл жайлы біздің арнайы видеомыз бар. Онда әртүрлі адамдар өз армандары туралы бөліскен болатын. Бірге тамашалайық. У человека каждого мечты много, но моя мечта иметь 3 желания, которые точно выполнятся. Да, вот. А какие 3 мои желания я затрагивать не хочу. Это уже все. Здравствуйте. Моя самая главная мечта в жизни – это то, чтобы моя семья была счастлива, чтобы мои близкие и родные люди достигали всех своих целей в жизни и чтобы были счастливы. А что касаемо моей собственной жизни, моя самая главная цель заключается в том, чтобы развиваться и приходить через все различные преграды, добиваться высочайших стремлений. Менің арманым, балдарым аман болса, отымның басы жақсы, ел тыныш болса, жан жағасындағы тума-туыс ағайын көрші көлем барлығы жақсы болып. Сәлем достар, менің атым Орынбай Нұрай. Арманымда айтам, мен әнші болғым келеді, арманға жеткім келеді. Армансыз адам қанатсыз құспен тең демекші. Сірә бұл өмірде арманы жоқ, адам жоқ шығар деп ойлаймын. Менің арманым ең алдымен өз саламның мықты маманы болу, өз саламның шыңына шығу. Екіншіден мен екінші арманым әлемді аралайтын сондай бір саяхатшы болғым келеді. Назарларыңызға үздік бейнебаян номинациясы бойынша үміткерлерді ұсынамын. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa. What you doing? Don't know who you think that you're confusing. I'd be like, ooh, it's amusing. You think I'm gonna fall for it? Think about me every night, oh, is it that sweet? I guess so. So you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up, lightning to Нәтижелерге назар аударыңыздар.
Hello guys, today I'd like to tell you a story from my life. This story was several months ago. Once at the night, I was in Warsaw. I just worked with the music, and I don't like to eat any snack. So I decided to go to the shop. I went to the shop, I bought several snacks, croissant, sandwich, and when I went from the shop, I met one amazing girl. It was very pretty girl, but it was a little strange situation. She asked me to discuss several topics with her. I told her that I'm not free, so we can discuss only until we will come to the dormitory. She agreed with me. She was very hungry, so I gave her several snacks, so croissant. And we started our walking. We discussed very strange topics about detective books, about our life, about Warsaw's life, about pets. And it was okay until we came to our dormitory. After that, the psychological thriller started. It was started because her behavior was a bit crazy. She just saw our dormitory and she was scared. She told me that it's not dormitory, it's hospital. I was in great shock because it was dormitory. So what you say? After discussion of this behavior, she told me that she's a schizophrenic person. I was really scared from these guys. It was very, very, very unusual. And I was in a big shock maybe after 30-40 minutes of this event. I'd like to give you a very useful advice. Don't speak with strange girls in the night. Because everything can happen at that night. Maybe these girls will eat you. Maybe they will kill you. And so we don't know their behavior reaction. Don't eat at night also. Музыка бізді біріктіретін байқадың ба? Әлемнің қай түкпірінде жүрсең де жақсы әуен жүректе жетеді. Иә, дәл солай. Әнде, әуенде, тілден де биік, сезімге жақын өнер. Әсіресе жанның дауыстағы қойылымда ерекше әсер береді. Дәл сол үшін біз келесі номинациямызды асыға күтеміз. Үздік музыкалық өнер көрсетілім. Номинациясында жүректі тербеткен үздік өнерпаздарға арналған. Бұл қойылымдар тек тыңдаушыларға ғана емес, көрермендерге де таңғалдырды. Әр үміткер өз өнерімен ерекше әсер қалдырды. Ендеше бізге осы керемет номинациясына үміткерлер бірігіп тамашалауға рұқсат беріңіздер. Өзінен содан кейін нәтижелер осындай.
Қазіргі музыка әлемінде жаңа идеялар мен ерекше стильдер көбейіп келеді. Ән тек әуен емес, ол адамдардың жүрегіне әсер ететін сезімдер. Ал кейде бір ән адамның болашаққа деген сенімі арттырады, армандарын оятады. Ән арқылы айтылған махаббат пен болашаққа сенім әрдайым ерекше әсер қалдырады. Сол үшін бүгінгі кешімізді болашаққа бағытталған ерекше туындардың бірімен танысатын боламыз. Бұл ән жаңа жылылық сыйлайды және әрбір тыңдаушыға шабыт береді. Құрметті көрермендер, қарсы алыңыздар. Ерекше талант иесі Анар Агаев және оның жүрекке жақын әні Future Lover. I just want to make hard hit books and just want someone who likes me enough to kiss my face. I want to explore with him and visit all books and curated things like making smoothies and beer cafes. Drink smoothies and beer cafes. Oh, future lover, I hope it all comes naturally. I hope our love is small outside, but long inside, oh baby. Oh, future lover, this song I wrote for you. This song I wrote for you, my future lover. Let's say to big let's say to big let's say to big let's say to big It's like this dream body gets a miserable plan. Someone scream and shout my current chance. Cause I was calling inspire my wins, higher chance. I will kind of just go with blood and sick. I'm never by someone that I've ever met. Don't forget, I'm a dreaming yes, but you can my way to do it all. Sleeping so many impossible plans, serving so many slip and dies. Here go with the coldest hands, here go with still no plans, so still no plans. I can't turn off, no I can't relax. Lord, what I'm gonna do with my pain, just a tax, as it was the coldest hands. Oh my lord, my pain, tax. I say to big I say to big I say to big I say to big Shadow, lotto, second shadow, lotto, marrow. But on the shadow, lotto, second shadow, lotto, caro. Сахнада жалғыз орындаушының өнерін тамашалау бір бөлек. Ал топтың немесе дуэттің үйлесімді жұмысын көру мүлдем басқа әсер сыйлайды. Солай емес пе? Бұл жерде тек музыкалық талант қана емес, командалық рух пен ортақ химия да байланысты. Кейде әр орындаушының бірге стилі бірігіп, ерекше өнер туындысына айналады. Музыка топтарының арқасында біз көптеген жанрлар мен бағыттарды зерттей аламыз. Әрбір дуэт немесе топ жаңа деңгейдегі әсер сыйлайды. Дәл сол үшін келесі номинацияны ерекше күтіп отырмыз. Үздік топ дуэт жүлдесі топтық өнердің биік шыңын көрсеткен өнерпаздарға беріледі. Бізге үміткерлердің есімдерін біліп, олардың бірегей өнерлерін көз жүгіртуге рұқсат етіңіздер. Bye, bye, bye.
don't wanna ruin me. I don't wanna ruin me. I don't wanna ruin me for you. Got me going on repeat. I'm already in too deep. Rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock you, rockabye, baby. Don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rockabye, rocka, rocka, rock. Sizlerin aldılarınızı neticelerde sunamız. Ben Selim, benim adım Yunara. Benim adım Ayun. Ben kıyımdayım. Aşağı inme. Aja ñamay Dimash koy bilen ba. Akam setrama. Agawa. Xta tasira. Ya, kaydasın mı? Aynen. Oradan senin ne? Nazır, oye, aha bak Nazır keke. Nazır keke, yine ayakta. Doğru. Süper. Ya süper. Sınıfa yetti de. Ondan Nuray'ı. Ortasında Nuray'ı. Aynen Nuray'ı bana. Nuray'ı doğru sayıyorsun. Süper. Kıyın. İllara tattım. Bir supaya ne olur? Illa sen benim bölümümdesin. Әрине, фильмдер мен үшін бір әлемге саяхат секілді. Олар бізді түрлі оқиғаларға жетелеп, кейде ойландырып, кейде күлдіреді. Ал сен шайырым, мен үшін фильмдер шабыт көзі. Әсіресе ерекше сюжеттері мен терең мағыналарын таңғалдыратын туындыларды жақсы көремін. Қызық, бұл фильмдерде қандай тақырыптар көбірек қамтылды деп ойлайсың? Көрермендерді ойландыратын терең оқиғалар мен шабыт беретін кейіпкерлері жиі кездескен сияқты. Жылдың ең үздік фильмі қандай екенін анықтайтын уақыт келді. Достар, назарларыңызға үздік фильмнің номинациясы бойынша үміткерлерді ұсынамыз. Keep me alive. I'll underwrite any escape you care to arrange. Something tells me you can be quite savage. You are the property of the penal administration of French Guiana. There's no way off. Yeah.
The girl is still missing. What's wrong? I don't know who I am. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Your handling of the Christine Collins case has exposed this department to public ridicule. If the boy you brought back is not Walter Collins, then where the hell is he? I want my son back! I want my son back! Ja, wenn wir nach Hause kommen. Wir müssen meine Kameraden weg! Schließen wir Frieden. How do you know for sure? Is anyone there? Look out! Please make them Нәтижелерге назар аударайық. Сериалдар бұл жай ғана экрандағы оқиға емес, олар бізге жақын адамдар мен таныш жағдайларды, ал кейде тіпті өзімізді көруге мүмкіндік береді. Сериал кейіпкерлермен бірге күлеміз, жылаймыз, армандаймыз. Бұл жолда көптеген сериалдар көрермендердің жүрегін жаулап алды. Қызықты сюжеттер, ерекше кейіпкерлер және жоғары түсірілім, осының бәрі үлкен талант пен еңбектің жемісі. Ал енді үздік сериал номинациясын анықтайтын кез келді. Stay calm and focused. We're just as messed up as anyone else. Just better at hiding it. Outed people, that's not a reason to dump me. Oi, hello, didn't you hear me? Everyone hates me. Wait, Amory! Psycho mad bitch! Bugger off! Don't go crazy. Which young ladies might succeed at securing a match? You've always amused me, Miss Bridgerton. Ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but... 5? Miss Bridgerton! Oh, pardon me. I remember the fire, the heat, and then I carried you out the front door. Yay, sisters? Yay, sisters. Нәтижелерге назар аударайық. Сәлем достар, мен бүгін сіздерге арман жайлы айтып беремін және де өзімнің армандарыммен бөлісетін боламын. Ең бірінші мен арман жайлы бастамас бұрын Мұхтар Шахановтың бір әдемі өлең шумақтарымен бастағым келіп тұр.
үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деді. Рас, бұл арман дегеніміз адамның ішкі қиялынан, сезімнен туындайтын дүние. Арман дегеніміз бұл адамды, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Арманым өте көп, бұйырса барлығы орындалады деген ойдамын. Сол сияқты менің де армандарымның бірі қазіргі таңда магистратурада білім алып жатырмын. Білім алғаннан кейін ұстаздық жолымды бастап, бұйырса ұстаздық қызметте өзімнің жақсы жетістіктерімен оқушыларыма, арттағы буынға өзімнің ізімді қалдырғым келеді. Моя мечта — уехать в Америку, забыть всех и удалить всех номера и все. Менің арманым үлкен жетістіктерге жетіп, болашаққа жақсы қадам жасау. Менің арманым актриса болу. Сол арманға жеттім деп ойлаймын. Сіздер мобильді қосымшалар бізді өмірімізді қаншалықты өзгертті деп ойлайсыздар? Өте көп. Олар біздің жұмысымызда, қарым-қатынасымызда, демалысымызда, тіпті үйрену тәсілдерімізді жеңілдетті. Әлем қазір әр адамның қолында тұр. Солай емес пе? Дәл солай. Бір қосымша сені өз армандарына жақындатып, жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл нағыз технология, ғажап. Ал негізгі мобильді қосымша қандай деп ойлайсың? Менің ойымша, ол қолданушының қажеттілігін дәл түсініп, өмірі желдету керек. Сонымен қатар шабыт беріп, жаңа нәрселерді үйренуге мүмкіндік жасауы керек. Бізде осындай қосымша бар екеніне сенімдімін. Құрметті көрермендер, назарларыңызға үздік мобильді қосымша номинациясы бойынша үміткерлерді ұсынамыз. Өзінен содан кейін нәтижелер осындай. Benim kasayı açtım ben. Zaman anlaştım. Ne kıyın. Beğendim. Aga koydum aga. Çok anne. Bir akıllıs gittik koyayım. Anne ne ki birisi bayağı var. Bir akıllıs gittik koyayım. Kıyın. Ne yaptın sen? Ben ne yaptım? Logan, 왜 힘들어? 이사 아이템 뭐 안 하지? 뭐죠? 이사 아이템 안 하지? 이사 안 하지? 다른 말이면 하면 그래? 맛있어? 야가 정말 맛있어. 너무 맛있어. 이런 거 이거 다시
Ашты. Иә. Үш. Ортаншы. Бір тұрым екен. Тән білмеймін. Роза ма? Айттым ғой. Білмейді аға. Аға Роза деп айттым. Болмай. Роза деп айттым. Розама айттым ғой. Розама айтсың аты шығар. Ай, болмайды құрба. Танымайсың ба? Танымайсың. Бірінші. Білмейді. Аға, үш бәй. Нәтижелерге назар аударайық. Эмоциялар мен сәттердің қажайып әлеміне қадам басып ұмытамыз. Суреттер уақытты тоқтатады. Ең қымбат сәттердің сақтайтын күшті құрал. Олар арқылы біз өткеннің әдемі сәттерін қайта сезіне аламыз. Биылғы ең үздік суреттер тек жай бейне емес, әрқайсысы өз алдына бір оқиға. Олар бізге өмірді сұлулығын сезінуге мүмкіндік берді. Ендеше назарларыңызға біз сурет номинациясының үміткерлерін ұсынамыз. Нәтижелерге назар аударайық.
Ошол истердикинен ресми мешиттерибизди тапсырыс бере аласыздар. Onay aşağında. Kansiye Leyla'na sonra ya bir bayma. Dur, onu yaşıp ettin. Sen aşırdın. Ağzının üstünde bir ayarını. Ağam bir bey. Nakın ba, ne koy kın. Çok attın. Kuantık kanağıma. Akarsa. Ay, böyle. Böyle böyle. Ошол истердикинен ресми мешиттерибизди тапсырыс бере аласыздар. Құрметті көрермендер, біз бүгін ерекше тұлғаларды, үлкен жетістіктер мен жарқын өздерді атап өту үшін жиналдық. Әрбір номинация, әрбір қойылым осы кешті нағыз мерекеге айналдырды. Енді біз ең ерекше және беделді номинацияға жеттік. Бұл номинация жеңімпазы өз саласындағы үздік емес, ол барлық адамға шабыт беретін, қоғамға оң әсер ететін тұлға. Бұл жүлде жеңімпаздың күш-жігерін, табандылығын және армандарына адалдығын көрсетеді. Біз үшін ол нағыз қаһарман. Сонымен құрметті көрермендер, назарларыңызға жыл адамы номинациясын ұсынамыз. Жыл адамы кім атанады? Мен ойымша Аднар жыл адам болады деп ойлаймын. Ана! Меніңше жыл адамы Анар болуға лайықты деп ойлаймын. Жыл адамы атанғанына Анарды құттықтаймын. Дорогой Анар, я тебя от души поздравляю с таким призванием, как Человек года. Для матери это гордость. Пусть этот успех станет для тебя началом больших свершений. Желаю тебе крепкого здоровья, новых идей и неиссякаемой энергии. Пусть рядом всегда будут люди, которые будут верить в тебя, поддерживать, а твой путь будет наполнен радостью, вдохновением и новыми победами. Держись, мы с тобой всегда. Анарчик, поздравляю тебя с наградой Человека года. Это награда заслуженная. Признание твоих достижений. Ты вдохновляешь своим примером, показываешь, что целеустремленность, мудрость и доброта способны менять мир к лучшему. Поздравляю еще раз. И Мы любим тебя. Мурка, ты рада? Мурка, помаши ручкой, помаши ручкой. Да, поздравляю. Дорогой Анар, поздравляю тебя с номинацией «Человек года». Ты заслужила эту номинацию. Ты человек с большой буквы. Очень хороший друг, человек, товарищ. Желаю тебе в будущем, чтобы твои все поставленные тобой цели воплощались бы. Самое главное, крепкого здоровья тебе. И спасибо, что ты у нас есть. Hello everyone, my name is Dagam. I am the executive producer of the Choice Awards. Congratulations from the bottom of my heart to Anar Agar. These are wonderful awards. I think this is well-deserved award. This proves that all the members of the jury voted for him. 2024 wasn't easy for him, but he didn't give up.
and was able to overcome all obstacles. I regret that I couldn't hand the award to you, but I hope we will meet very soon and we're able to present the award to you. I would also like to express my heartfelt gratitude to everyone who helped with the filming, especially the children. The children contributed to 80% of the entire show. Without them, tonight's event wouldn't have been possible. I hope next year we will also celebrate this event, which should bring us together and share the warmth of family. Each of us has our own choice. I hope you enjoyed today's show. All the best. And the most important thing is to believe in yourself and your dreams. Dream big always. Thank you. Аула, бұл әлемді қорғаймыз біз, табиғатты сақтап бірге қане, аялап ұстаймыз. Адамдар қоқыс тастауға болмайды, жер деген анамыз бәріміздің, ренжітпей қане оны, кел қане досым, бірге жасайық. Ғарыш көгіне дабыл жібереміз, әлемді таза ұстап, жетеміз біз шыңға, асқар асу бергеде, жетеміз алда, онда тек бір алға, жетеміз біз. There's a place we break the line, make a circle redefined. Beautiful gardens, eternal flowers. You know the way, so take me there. Once you make me dizzy from your kisses, will you take my hand and spin me round and round until my moment never ends? Make me dizzy from your kisses, will you take my hand and spin me, take me back to the beginning again? I go high, 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 and says a place I will safe and free. I love, I love, kakaki. Yela, I'm everywhere. I found myself too far away. Kami inoren kata ni heru neri debi amawe kani verelim eveli eskilam kamiko biz ante senleri. Kami amawe
Kami kami amawi. I know you feel it, the inside. The same thing in the heart that makes you feel alive. Whenever you feel it, don't you see it go falling down again? Kami amawi. Kami inorin katani heru neri debi amawi. Kani velam abeli estelam kami ko mis ante seneri. Құрметті қонақтар, бүгін біз керемет кешті өткіздік. Барша жеңімпаздарды құттықтаймыз. Сіздердің қолдауларыңыз бұл кешті ерекше етті. Біздің барымызға шабыт берген осы кешке қатысқандарыңызға алғысымыз шексіз. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you were trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand, I'd catch a grenade for you, throw my hand on a blade for you, I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Bad woman, that's just what you are. Yeah, you smiled in my face, then ripped the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. Tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you, throw my hand on a blade for you, I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. You never do the same. But still I'd catch a grenade for you, throw my hand on a blade for you, I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything. But darling, I still catch a grenade for you, throw my hand on a blade for you, I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything. Oh, I would go through all this pain, take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby,
the same. You wouldn't do the same. Oh, you never do the same. No, 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 no. Шоу үстелдігінен ресми емештерімізді тапсыз бере аласыздар. Бұл ұмытылмас кеште бір жылда айрыша еткен шабыттандырушы, жасампаз және аңшыл тұлғаларға ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Біз бүгін армандардың қуатын және өз сеніміне жетудің маңызын еске салдық деп үміттенеміз. Барлық жеңімпаздарға, номинанттарға, өнер көрсетушілерге және кешті мүмкін еткен әр адамға алғыс айтамыз. Сіздер бізге биік армандарға ұмтылуға шабыт бердіңіздер. Осы кеш шабытқа толы болды. Енді өз армандарымызды жүзеге асыру үшін тағы бір қадам асыруға шақырамыз. Баршаңызға алғысымыз шексіз, сіздерсіз бұл кеш осындай ерекше болмас еді. Есіңізде болсын, бұл тек бастамасы, армандарыңыз шекараларыңызды бұздыңыз және мүмкін емес нәрсеге сеніңіз. Шуасти форматы жүлдесіне қатысқаныңыз үшін рахмет, және кешіңіз көңілді болсын, және естеріңізде болсын. Әрдайым арманыңыз асқақ болсын. Ладно, давай. Это просто вливается. Это иногда шахтрат гигизиана. Нездоровый опыт. В общем-то, давайте команди. Может, немного нормально. Давай заново. Менің арманым үлкен жетістіктерге жетіп, Мечтай переехать в Америку и забыть всех и удалить всех номера. Все. Катайте. Еще раз и все. Моя мечта уехать в Америку, забыть всех и удалить всех номера и все. В общем-то. Он не по-английски. Заливайте известно. Верните салем. Всем привет. Меня зовут Тай Мухаммед. Всем привет. Всем привет. И... Потому что я знал, что я гений, миллиардер, филантроп и плейбой. Блять, куда стул? Это... Не буду много затягивать. Просто тренироваться, жесткая дисциплина и все. Бар. Это. Так, настрою. Бар, екі, үш. Қайрылғаш құрметті қонақтар, бұл бүгін... Қайрылғаш құрметті достар. Құрметті қонақтар,
Біз бүгін Choice 2024 жүлдесінің 5-ші жылдық мерейтойын атап өтеміз. Кетші ара барырыз ба, я? Жоқ. 1, 2, 3. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін Choice 2024 жылдық мерейтойын. Ой, дара! 1, 2. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін Choice 2024 жылдың Десілер, еді әсісін әркімет. 1, 2. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін Choice 2024 жүлдесінің 5-ші жылдың 1, 2. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін Choice 2024 1, 2. Құрмет... 1, 2, 3. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін Choice 2024 жүлдесінің 5-ші жылдың мерейтойын. 1, 2, 3. Бұл жүлде өнер атап өтуге жиналды. Бұл жүлде өнер мәдениет және 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Қайрыгыш, құрметті 1, 2, 3. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін Choice 2024 жүлдесінің 5-ші жылдық мерейтойын атап өтуге жиналды. Біз бүгін жүлде Қайрыгыш, құрметті қонақтар. 1, 2, 3. Қайрыгыш, құрметті қонақтар. Біз бүгін 1, 2, 3. Қайрыгыш, құрметті 1, 2, 3. Мен бұл қайтымасымен менде. Еді? Бұл кеште армандарыңызды сататып. Что-то Отсоток. Дөрді анықтайым шекелмеймін. Ой, бля. Билік армандардың, шекелерді еңсерудің, және мүмкін сенен мүмкін етудің құдыретті күшін. Шекелерді еңсерудің, және мүмкін сенен 1, 2, 3. Бүгін біз тек үздіктері анықтаумен шектелмейміз. Біз армандардың құдіреті күшін тойлаймыз. Биік армандардың, шектеулерді еңсерудің, және мүмкін сенен мүмкін етудің. Готовились? Айро, готовимся. 1, 2, 3. Ендеше жүлде тапсыруды сәттен бастайық. Біздің алғашқы номинациямыз үздік ер орындаушы. Көптеген таланттың арасында бірер жеңімпазды анықтай аламыз. Башы нерві отырмайды ғой. Номинацияға жүлде аталады. Беріледі. Көптеген таланттың арасында біреу болған жеңімпаз бола алады. Готовились? 1, 2, 3. Өзіңіз көргеннен 2, 3. Жүлдеміздің алғашқы қонағы Айыр Орынбайды қарсы алыңыздар. Please work. 1, 2, 3. Елнара, сені шеттірен бек, ені ұра... Тұршы, баса шестіңде. Босас кетті! 1, 2, Елнара, сен білесің бе кімнің қайта орағандығын? Кім орап отыр? Choice 2025 жүлделердің өзінің әзілдерімен ерекше көңіл күй сыйлаған ашық араға 3 салы салып. 3 салы? Иә. Елнара. Я болды. 1, 2, 3. Елнара, сен білесің бе кімнің қайта орағандығын? Кім орап отыр? Choice 2025 жүлделерінің өзінің әзілдерімен ерекше көңіл күй сыйлаған ашық араға 3 салы. 1, 2, 3. Елнара, сен білесің бе кімнің қайта орағандығын?
Кім алып жатыр? Төртінші жүштесіні өзінің әсерін көріп екінші бабыр ғой. Екінші бабыр жатырмын ғой. Қажи көресің? Әтаса. Бұлтар өзім ғой. Все. Екінші бабыр жүштесіні өзінің ерекше әзілдермен көңіл кісілен ашық ара 3 жыл салып? Я 3 жыл салып арамызға қайта оралды. Меніңше әр адамның арманы оның ерекше күні. Күші ғой да ғой. Bir. Мен арман болады. Чукай, ами. Бәт. Қашын білдірді. Тұрамын біз эмоция. 1, 2, 3. Біз эмоциялармен сәттердің қажайып әлеміне қадам басқа сәтті ұтамыз. Айырша еткен шабыттандырушы. Армандаңыз, шекараларды бұздыңыз. Закуска. 1, 2, 3. Нәтижелерге назар аударыңыздар.